Сәлеметсіздер ме оқушылар, біздер бүгін математика сабағынан қайталау сабағы, яғни бақылау жұмысын алғым келіп отыр. Біздер осыған дейінгі өткен сабақтарымызға шолу және сабақты түсініп жүргендігіміз жайлы нақтылау есептерін беремін. Есеп саны көп емес, 4 есеп беріледі және оны орындау барысында біздер мына видеоны бірінші көріп аламыз, менің түсіндірме видеом. Содан кейін сіздерге OKEDOS-ке PDF форматында жүктеп қойдым, соны қарау арқылы есептерді шығарсаңыздар болады. Қарайық, біздер бірінші есепке назар салайық. Бірінші есепте біздер 2-ге 5-ке 10-ға бөлінетін сандар жайлы қайталаймыз. Бізге Вен диаграммасы берілген. Вен диаграммасы, яғни мінекей 2 диаграмма, 2 дөңгелекше бір-бірімен қиылысып тұр. Бірінші көк диаграмманың ішіне біздер 2-ге бөлінетін 3 сан жазуымыз керек. 2-ге бөлінетін 3 сан жазамыз көктің ішіне. Келесі 5-ке бөлінетін санды мына қызыл дөңгелекшенің ішіне саламыз, 3-еуін. Және ортасындағы 2 дөңгелектің қиылысына 2-ге де 5-ке де бөлінетін 3 сан жазуымыз керек. Кез келген өзіңізге ұнаған санды жазсаңыз болады. Келесі екінші тапсырмада бізге 5 түрлі түстің ішінде көп таңбалы сандар берілген. Сол сандардың ішінен 2-ге де 5-ке де бөлінетін сандарды таңдап аласыздар. Қай сан 2-ге де 5-ке де бөлінеді. Сосын сол сандардың шынымен де 2-ге бөлінеді ма, 5-ке бөлінеді ма, соны бағандап жазбаша түрде бөлсеңіздер. Барлығын бөліп қоймаймыз. Тек қана ішінен 2-ге 5-ке бөлінетін санды ғана бағандап бөлеміз. Келесі тапсырмаға қарайық. Үшінші тапсырма кешегі өткен жиындарға байланысты. Ішінен мына жерде бізге 6 түрлі жиынның түрі берілген. Сол жиындардың қайсы бір-біріне тең, қай жиын бір-біріне тең, сол жиындарды мына жиынға тең деп таңбалап береміз. Ұмытпайық, есімізге сала кетейін. Тең жиындардың тек қана саны бірдей емес, сонымен қатар соның құрамы да бірдей болуы керек. Келесі соңғы тапсырмамыз, 4-ші тапсырма. Біздерге әріпті өрнектер берілген екен. А және Б сандарына, А, Б әріптеріне 2 түрлі сан берілген және 2 түрлі өрнек берілген. А және Б-ның көбейтіндісі, А мен Б-ның бөліндісі. Яғни А-ның орнына мына санды қоямыз, Б-ның орнына 2-ні қойып, мына жерге көбейту өрнегін құрастырып мәнін тауып аламыз. Екіншісінен бөлу өрнегін құрастырып мәнін тауып аламыз. Сонда біздер 4 өрнек шығаруымыз керек мына жерде. Бағандауын астына көрсетпей, черновикке бағандасаңыздар болады, дәптерге де бағандасаңыздар болады. Мұқият болыңыздар. Бақылау жұмысы дәптеріне бүгінгі күннің жартысымен номері 2-ші бақылау жұмысы деп жазылады. Орындап болғаннан кейін әдемілеп суретке түсіріп OKEDOS-ке салуды ұмытпаңыздар.